Сәлем достар, бүгін біз ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз. 39-шы бет, 5-ші жаттығу. Look, write and underline. Бұл жерде балалар, біз 4 флагты көріп тұрмыз, я? Енді осы сөйлемдерді қарамен жазылған астына сызып, сәйкестендіріп жазатын боламыз. Мен қазір түсіндіремін, қарап отырыңдар балалар. Яғни, бізде болады бұл жерде the red flag is near about the blue flag. Қызыл флаг көк флагтың қасында тұр, я? Яғни бізде болады near. Екіншісінде болады жасыл флаг оң жақтағы сары флагтың қасында тұр. Яғни бізде оң жақ деген қалай болады? Ағылшынша right болады, я? Right-тың астын белгілеп қойдық міне. Үшінші сұрақта көк флаг сары мен қызылдың ортасында тұр. Яғни орта деген сөзін ағылшыншасын біз іздеп табамыз, я? Бізде болады between. Балалар жаттап аламыз. Бұл өте керек сөздер ағылшын тілінде. Өте көп қолданылатын сөздер. Яғни төртінші сұрақта бізде болады сары флаг оң жақтағы көк флагтың қасында тұр дейді. Яғни біз бұл жерде оң деген сөзді табуымыз керек. Яғни right болады, төбеде айтып өткенімдей. Яғни 5-те the yellow flag is between on the left or the green flag. Яғни бұл жерде сары флаг сол жақтағы жасыл флагтың қасында тұр дейді. Яғни біз бұл жерде сол жақтағы атауымыз керек. Сол жақта тұр, я? On the left of.